Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәруменге бай қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк және дженттің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет заттар тарыдан жасалған талқан және тарының өзі қажет болады. Ең алдымен майсөкті жасаймыз. Ең алдымен тарыны жақсылап жуып алуымыз керек. Қайнап тұрған ыстық суды құямыз, араластырып, жақсылап шайып төгіп, бірнеше рет жасап шығамыз. Мен 3-4 рет жуып шықтым. Міне бөлек ыдыстың осылай төгіп алыңыздар, осындай тарының қап-қара суы шығады. Сондықтан бірнеше қайтара жақсылап жуып алыңыздар. Жақсылап жуып болғаннан кейін тарының үстіне ыстық қайнап тұрған су немесе ыстық қайнап тұрған сүтті құйып, бетін жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минут ішінде бойына ыстық су немесе сүт құйсаңыз ыстық сүт оның бойына сіңу керек. Сіңіп оның көлемі ұлғаяды. 20 минут тұрғаннан кейін осындай тарыны көлемі де ұлғайған. Тарымызды сүлгіге немесе қағаз сүлгіге қойып, салып, жайып 40 минутқа кептіретін боламыз. Менікі толықтай кепті, 40 минуттай болып. Кепкеннен кейін бөлек ыдысқа салып, тарының үстіне дәміне қарай қант және бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Майсөгіміз дайын. Осылай дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, өте оңай. Құрамына тек қант және сары май және сүт немесе ыстық қайнап тұрған су қосасыздар. Немесе қойытылған сүтті де қосуға болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді джент жасайтын боламыз. Бізге тарының осындай талқаны қажет болады. Немесе талқан болмаса, үйде тарыны кофемолкадан өткізіп, осындай талқан қып дайындап, талқанымыздың үстіне сахарный пудра немесе құмшекер қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бізге сары май қажет болады. Сары майды міндетті түрде ертіп алыңыздар. Майды ертіп аламыз. Май ерген майымызға осындай қойытылған сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырып, оны талқанға құямыз. Бірінші жартысын құйып аламыз, оны жақсылап араластырып, енді қалғанын құйып құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Талқан біріккенше араластыру қажет. Бірікпей жатса, тағы да қойытылған сүтімізді қосып, біріккенше араластырып, талқанымыз біріккен жақсы. Енді өз қалауларыңыз бойынша формасына арнайы силикон формаға салып жасауға болады. Немесе қолыңыздың көмегімен домалатып, сопақ қылып жасай береміз. Немесе 4 бұрышты формаға салып, оны тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып, одан кейін оны көбіктеп, турап қоюларыңызға болады. Әрине, ол өз қалауларыңыз бойынша. Джентте, майсөкте жасалу жолы өте оңай. Жасап көріңіздер. Нағыз дәруменге бай тағамдардың бірі ас болсын.
видео ұнаса, пайдалы болып жатса, тегін лайктарыңызды аямай басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.